Соңғы күн. Ұлық Алла Әзірейілге Мұхамбетке барып ғазиз жанды қайтаратын уақыт жетті дегейсің деп тапсырма берді. Әзірейіл жалғыз барып пайғамбардың жанын сұрауға жүрегі дауаламады. Жанына Мәкәйіл мен Ысырапыл періштелерді ертіп алды. Үшеуі Мұхамбеттің шаңырағына келді. Бірақ үйге кіруге жүрексініп тұрды. Бұл күні пайғамбар сахардан соң толық жуынып шайынып, үстіне мисік септі. Сақал мұртын бастырып, тырнақтарын алды. Үстіне таза киімдерін киіп, тісін мисуакпен тазалап отырған. Бәтима сырттағы періштелерді көреді. Ол жүгіріп келіп: «Әке, есік алдынан бейтаныс 3 адамды көрдім. Олар кіреберісте кібіртіктеп, табалдырықтан аттай алмай тұр». Сол кезде әкесі: «Қызым, мен білсем бұлар періштелер. Алланың аманатын алуға келген. Айт, үйге кірсін» деді. Бәтима қызы: «Иә әке, Алланың ісіне шара жоқ. Құдай ерікті бізге берсе, сізді өлімге қимас едік. Бірақ әлемнің бастауы да өзіңіз, ақыры да өзіңіз. Сондықтан біз сізді бастауға кетті деп білеміз. Атамыз Әбу Тәліп, анамыз Хадишамен көрісіп, олармен де мауқыңызды басарсыз. Олардың да сізді сарғая сағынып отырғанына күмәнім жоқ. Ұлық Алланың сізге шапағатшы міндетті жүктегені тағы бар. Бұл дүниеде Тәңірдің қалауымен ислам дінін толықтап, Құранды мәңгілікке шырақ етіп жақтыңыз. Ендігі үмбетіңіз сіздің жаққан шырақпен ардың жолын адаспай табады деп білем. Сонда да өзекті жанға бір өлім деген. Бұл пәниден озып жатсақ, ол жақта сізді қайдан табамыз?» деді. Сол кезде пайғамбар: «Ақ жолдан айнымай ар сақтаған, мансаптың тағы үшін мақтанға салынбаған, басының бағы үшін нәпсіге билетпеген, дінімді былғамаған, сүндетімді қорламаған үмбетім пейішке кіреді. Мен пейіштің кәусарының басында болам. Шөлдеп жеткен үмбетіме алақаныммен су әперіп, мерейін қандырамын» деді. «Әке, сізді ол жерден таппасам ше? Онда Сират көпіріне барғайсың. Мен сол кезде үмбетіме шапағат етіп, қыл көпірді кеңітіп тұрамын. Залымдарға ол жол қылдан жіңішке, қылыштан өткір болады. Аяғы тайса тозақтың түбіне бірақ түседі. Алла қалап шапағат етер болсам, ол жол момындарға дүниядан да кең болып ашылады. Сол кезде менің атыма салауатты көп айтқан үмбетімді өзіміз деп тауып, жетектеп алып өтем. Әке, ол жерден таппай қалсам, басқа қайдан іздеймін? Таразы мизамның жанында тұрам. Ол жерде бұл дүниеде жасаған амалдардың салмағы таразыға тартылады. Есіңде болсын, көп адам сол жерде бармағын шайнайды. Мәңгілік өкінішке қалады. Талай үмбетім бұл дүниеде жасаған жақсы амалдарының құрт жеп шірігенін көреді. Құрт жеп қойғаны қалай? Қызым, есіңде болсын, амал ниеттен басталады. Ниет мақтаншақтыққа, арзан атақ жинамаққа, құрметті болуға байланатын болса, сауабын рияның құрты жейді. Бұл дүниеде таудай болып көрінген жақсылығы рияның кесірінен таразы басын баса алмайды. Ол жерде мал табу үшін білім жиғандардың емес, ілім табу, игеру үшін мал шашқандардың күні туады. Ниеті түзу болса да, қолының қысқалығынан құдық қазалмаған, көпір салалмаған ақ жүрек момындардың таразы басын мен басам. Мизамда өкініштен көкірегі қарс айырылатын үмбетімнің ең көбі мақтанға боялдырған бай бағландар болады. Әке, сізді тағы қай жерден табуға болады? Жаһаннамның қақпасының алдында күзетіп тұрам. Қызым, сен білмейсің. Заман ақыр тақағанда менің үмбетіме дін ұстау шоқ ұстаумен бірдей болады. Ол кезде жансыз зат сөйлейді, жансыз зат билейді. Қарап тұрған жігітке қыз асылады. Айшылық алыс жердегі былықты үйінде отырып көре береді. Содан көңілі тез кірленеді. Құрамалы қорғанды үйлері болады. Сонша тығыз отырса да, айттың өзінде көрші-көршіге бас сұқпайды. Әйелі ерге теңеледі. Мініп жүрген есегінің түнде екі көзі жанып тұрады. Ішіндегі сандығы жағы талмай қақсап тұрады. Құранды теріс тәпсірлейтін тобыр болады. Есті азамат діндесе тұра қашады. Кітаптың көптігінен момындар шатысуға бейім болады. Кәсібі кесірін тигізеді. Күндіз өгіз сияқты жұмыс істейді, түнде өлік сияқты ұйықтайды. Ол кәсіп істемесе аштан өледі. Істесе жүрегін тот басады. Сол кезде ниеті түзу, заманның тарлығынан тағатқа әлсіз үмбетім болады. Олар желіп өткен өмірінен мән таба алмай өкінеді. Ақыретте олардың жалғыз байлығы осы өкініші болады. Мен де сол кезде пәниде шын өкінген момынға шапағатты молынан қыламын. Әкесі жетер жеріне жеткізіп, үгіт насихат қылса да, бір сүйек бір бауырдан жаралған жан әкесін қимай, қызы жылай берді. Сол кезде пайғамбар: «Қызым,
Болды, жылама. Ана кісілерді кіргіз деді. Бәтима сыртқа шықса, бүкіл үмбеті жиналып жылап тұр екен. Үш періштені үйге шақырды. Сол кезде пайғамбар: «Я бауырлар, қош келдіңдер. Досым Жебірейіл қайда?» деп сұрады. «Я Расул, ол келе алмады. Жебірейіл досың 7 қат көктегі барлық періштелермен қосылып, сені аза тұтып жатыр» деді. Сол кезде пайғамбар: «Алғашқы уақи әкелген өзі еді. Миғражда бірге серік болып еді. Енді ақтық сәтімде де жанымда болсын» деді. Сол кезде Тәңірінің әмірімен Жебірейіл періште қинала келді. Досы екеуі құшақтасып, біраз үнсіз жылап тұрды. Сол кезде пайғамбар: «Достарым, сендерге айтар соңғы базынам бар. Ақырдың уақыты тақаған сайын үмбетімнің жағдайы ауырлай береді. Сендер де оларға болсыңдар. Қысылғанда дем беріп шапағат етіңдер» деді. Олар: «Ей Мұхаммед, ұлық Алланың өзі сенің ризалығыңды тілегенде, біз қалайша тілемейміз? Біз сені қалай жақсы көрсек, ізіңді жалғастырушы үмбетіңді дәл солай жақсы көреміз. Алладан изін болса, үмбетіңді желеп-жебеп жүреміз. Бірақ шарты бар. Ең әлсіз деген үмбетіңнің өзі сенің атыңа ең кемі 10 салауат жолдауды әдетке айналдырсын. Дұғасынан тастамасын» деді. Осыдан соң мүбәрәк пайғамбар Құранда өзі айтқан «Бәріміз Алладан келдік, Аллаға қарай қайтамыз» деген аятты оқыды да ғазиз жанын Аллаға тапсырды.